Бұл бизнестің былай ең оңай мақал ретінде айтатын болсақ, жеңілдің астымен ауырдың үстімен жүретін бизнес болып тұр бұл. Шаруа жігіттерге бұның еңбегі ештеңе емес. Атаға? Бұның еңбегі ештеңе емес деймін да. Мал бағып жүріп, жалпы еңбегі кетіп жүрген бауырлашы. Анау дивани эксперттер бар ғой, жатып алып, бұл лақап тұрған, бұл пирамида дейтіндер, дәлсіз жата беріңіздер сіздер. Өйткені қалай айтсақ та түсінбей жатсыздар, қазақша айтып жатырмыз, ағылшынша сөйлеп жатқан жоқпыз. Еңбектің иншалла нанын жейміз ғой, Құдай қаласа. Бізден әрекет, берекет Алладан. Айбек деген бауырымыз 15 жыл банкте жұмыс істеген, 10 жыл отдел кадр бастық болып жұмыс істеген. Кейіннен осы шаруашылыққа бет бұрған. Алла берекесін берсін. Жалпы қандай кәсіпте жүрсеңіз де, бұл кәсіпті қосымша кәсіп қылып істеуге болады. Міне Шымкенттің Құрсай деген ауданы. Жап-жасын, мощный екен. Атаға, жерлеріңіз күшті ғой, ана Маңғыстаулық апаларымыз бар ортада. Білесіз ба? Білем ғой. Жылап отырады ғой бізде. Айдала, топырақ деп ше. Нығмет қой бұл да, қазыңыз не деген нығмет? Машалла. Клиентімізге шылаушына бағымыз. Бисмилlah, ассаламу алейкум. Құрсай ауданынан Айбек бауырымыз 1 квадратқа жоқ шылаушын алып жатыр. Өзі осы ауыл шаруашылығымен, оның ішінде осы мал бағумен айналысады екен. Соған қосымша кәсіп ретінде осы шылаушынды бисмилlah деп бастап жатыр. Айбек, берекесін берсін. Амин. Құдай қаласа. Міне айтып тұрамыз, осы сол бойынша істеп тұрады. Енді осы жерге қазір шылаушыны тастаймыз. Кейін Айекең айтады, мына жерде қораларға бақсаңшы десем, қора бос емес дейді. Енді үстіне навес ей салам дейді. Жалпы шаруа жігіттерге бұның еңбегі ештеңе емес. Атаға? Бұның еңбегі ештеңе емес деймін да. Мал бағып жүріп, жалпы еңбегі кетіп жүрген бауырлашы. Анау дивани эксперттер бар ғой, жатып алып, бұл лақап тұрған, бұл пирамида дейтіндер, дәлсіз жата беріңіздер сіздер. Өйткені қалай айтсақ та түсінбей жатсыздар, қазақша айтып жатырмыз, ағылшынша сөйлеп жатқан жоқпыз. Еңбектің иншалла нанын жейміз ғой, Құдай қаласа. Бізден әрекет, берекет Алладан. Дұрыс па, Айеке? Алла берекесін берсін. Енді осы жерге қазір шылаушыны орналастыратын боламыз. Ары қарай қазір жайып болғаннан кейін түсіреміз. Міне осылай алған шылаушынды өстіп ортасына арқа ашып, жаңа көнге осылай тастап шығамыз. Талғат деген ағамыз. Тәке қалай тығыздығы? Жақсы зор екен. Тәкең де өзі жақсын алған. Айеке? Сол кісі біледі ғой. Бүйіктаны болады ғой. Иә. Берекесін берсін. Так, Нұреке саған бір сұрақ. Бұл бар качевать ете ма, етпей ма? Қалай? Мысалға мынадан кейін бір жарты метр ары қарай қоям ғой. Өздері сояққа қарай көше ма, көшпей ма? Көшеді, мұның бәрі полный болып кетеді. Мынау просто өзінің көңімен жерсін алу керек мына жерді ше. Сосын жайылады ол. Жай өздері. Өзінің қай жерлерін бәрін тауып алады ғой. Ыстық болып жатса бетіне қарай шығады, андай астына қарай келеді. Осылай қазір бетін айырмен жауып шығамыз. Түстен кейін не көлеңке болады мына жерге дейін. Мына Айбек деген бауырымыз 15 жыл банкте жұмыс істеген, 10 жыл отдел кадр бастық болып жұмыс істеген. Кейіннен осы шаруашылыққа бет бұрған. Алла берекесін берсін. Жалпы қандай кәсіпте жүрсеңіз де, бұл кәсіпті қосымша кәсіп қылып істеуге болады. Айырмен жауыңыз, айыр бар ма? Құрғағын емес ше, Айеке? Несін қойуын, влажнейін жапсаңыз. Сосын қалыңдатпаңыз бұны ше. Бетіне емсін жапсаңыз. Қалдып баратым неқтары. Қалың болып кетті оны. Ертең 20 сантиметрдей жоба, 20. Құдай қаласа, 15-20 сантиметр қыласыз да. Қалыңдығын ше. Сонымен мынаны жайып тастайсыз ғой. Құрғағын сеппей қойыңыз бетіне. Сол анау өзінің жаңа қазғаныңыз бар ғой, Айеке? Бетінен қазғаныңыз бар ғой, соны сепсіңізші.
ар жағынан соны алған сепсеңші болды. сөйтіп шаштар жауып шықсаң болды, ол арға кіріп кетеді ғой. Бір жауып шықсаңыз болды. Мынаны срочно шөп жауыңыз бетіне. Жарай ма? Ысып кетпей керек. Шамал былай кейін жайын қарап. Берекесін берсін. Қазақтың даласындай болып тұр ғой. Керемет. Ана Талғат ағамыз бізден сол жинаған. Айбек бауырымыз сол жин алып жатыр. Ассалаумағалейкум ағайын. Қалайсыздар? Жалпы жағдайларыңыз, дендеріңіз, сау бастарыңыз аман ба? Мына жерге фонға тұрыңызшы. Алла қаласа мынау Нұрхат бауырымның әрекетін біз жалғастырудамыз. Әр қазақ бай болсын дейді ғой, Алла қаласа бай болуға әбден лайықтымыз. Осы шылаушанды жаңағы естігеніме 2 ай бұрын өзім бір бауырларым айтып ұсынып еді. Ол кезде біртүрлі күдік көзбен қарап, не қылып едім, сенімсіздік танытып, кейін бұны интернеттен көріп, жаңа ютубтан көріп, жан-жақтан сұрастырып, үйтіп әбден хабарын біліп, зерттеп болғаннан кейін, мына Алла қаласа кірісіп жатырмын. Бастамасыны примерно 5 квадрат метрге бастадым, Алла қаласа. Берекесін берсін. Сол Алла қаласа берекесін беріп, баршаңызға осыған мүмкіндік болса, енді бұл бизнестің былай ең оңай мақал ретінде айтатын болсақ, жеңілдің үстімен, астымен, ауырдың үстімен жүретін бизнес болып тұр бұл, Құдай қаласа. Алла береке, әрекетке берекет. Өзіңіз мал шаруашылығымен айналасыз ба? Негізі мен мал шаруашылығымен айналысам, жылқы, сиыр, қой. Шикізат деген тегін десеңші. Алла қаласа, айналам толған қора, ол шикізаттан ешқандай қиындық жоқ. Егер осы Шымкент қаласының Құрсай, Қазығұрт, Сәуле аудан микрорайондарында әрекет жасайым деген азаматтар болса, хабарлассаңыздар болады. Ол көңді нені табудан проблема болмайды. Алла қаласа. Болды, әйке берекесін берсін. Әмин. Жақсы жігіттер. Міне, машалла, Айбек бауырымыз осында жүре тұрды. Керемет. Көзбен көру керек мұнда жетсе. Телефон бәріп жетсе ме? Бұл жердің несін. Берекесін берсін. Малмен айналысқан